saniyesi üçüncü. Redlik saniyesi. Өйткені ол 5-ші сұрағына жауап береді. Иә. Асысы жоқ қысалды. Ya sebebi? Sebebi ол 5-ші сұрағына. Анам, қараңдар. Қандай қорқынышты. Мама, неге келдің? Мені ұятқа қалдырдың ғой. Мен саған неге қандай ашық болмасын деп. Балам-ау. Балам, бұта қаным сол. Келе ғой. Кел, кешкі шайымызды ішіп алайық. Жемеймін, сабақ оқуым керек. Оқымыстым сол менің. Келе ғой, кел, кейін оқисың сабағыңды. Тұр, шайыңды ішіп ал. Мама, мектепте маған жолай бермеші. Өтінемін, керегі жоқ. Мені ұялтпашы. Балдар, анаңның бір көзі жоқ деп мазақтай береді. Мен соған намыстанам. Сенің бір көзің неге жоқ? Айтшы маған. Шайыңды ішіп ал. Ендігі жерде жоламашы. Түсінші мені. Ұялтпашы. Кешір болам. Мен енді саған жоламаймын, уәде берем. Тек сен сабағыңды жақсылап оқы, жарай ма? Кешір. Уәде берем. Кешір болам. Әттең, ертерек мектепті бітірсем, қалаға оқуға кетер едім. Сонда құтылар едім анамнан. Ал, балам, аман есен жетіп ал. Барғаннан соң хабарын бер, жарай ма? Әйтпесе мен уайымдап қалам. Ой, жаным сол. Бір Аллаға тапсырдым өзіңді. Еш нәрсеңді ұмытпадың ба? Барлық заттарыңды алдың ба? Жарайды енді қойш. Алдым. Ай, тоқта. Мен саған пісірген дәмділерім бар еді ғой. Қазір әкелем. Кетіп қалма, қазір мінекей. Қараңаш қылатын. Балам-ау, дәмділерді ұмыттың ғой. Қап, қарның ашып қалатын болды ау. Ай, Құдайым-ай.
Асығыс болған ғой. Иә. Әлде таксист асықтырды ма екен? Асығыс болған ғой. Аман болшы әйтеуір. Аман болшы Ботақаным. Аман болшы Қошақаным. Қала, такси, қала, екі адам. Бір адам алсақ болып жүреміз. Такси, қала, бір адам, қалада бір адам. Балам, тоқташы. Ой, айналайын. Үлгердің ау. Тоқта, амансың ба қалқам. Салмат, сапа. Міне, мынаны менің балам апарып бер жарай ма? Қала, бір Ішіне адам. бір жапырақ хатта жаздым. Айналайын. Ана үлкен қалада ақша көпті кетпейді ғой. Өзі бір хабарын берсінші. Аман бекен, ана өткендегі салған ақшаларымды алды мекен, жарай ма? Жарайды, апа, уайымдамаңыз, жеткізем. Ой, налайын, рахмет саған, Алла разы болсын қалқам. Қала, базарға, бір адам. Аман есен жетіп ал. Сәлемде. Жарайды, апа. Жақсы. Шет жақ отыр, бір адам аламыз. Ғашық оты жанады, жана берсін. Жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Қалайсыз? Айналайын. Қал жағдайыңыз қалай, апа? Жаман емес қарағым, жаман емес. Ауырып жүрген жоқсыз ба? Жоқ, Құдайға шүкір. Апа айтпапсыз ғой. Немереңіз құтты болсын. Не дейді? Бау беріп болсын дейм. Менің немерем бе? Естімедіңіз ба? Апа кеше қалаға барғым. Сіздің балаңызды көрдім. Айналайын. Бір баласы бар екен. Жарығым аусы. Сотта қызмет істейді екен. Сотта қызмет істейм дегенге бір марқайып қалдым, апа. Жарығым аусы. Ойбай, Айналайын. телефоным ғой шырылдап жатыр. Алло? Иә, мен қазір келе жатырмын. Апа, кейін хабарласамыз, кейін сөйлесе береміз. Тоқта, ана. Балам туралы айтсам енді. Кейін апа, кейін. Иә, мен келе жатырмын. Не дейді? Немере дей ме? Айналайын, шағымай. Немерем бар екен ғой. Құлыным ау, үлкен қызмет егері болыпты ғой. Үйленгенін естіп бір қуанып едім. Енді міне, немерелі де болыппын. Алла, осыңа да шүкір. Немеремді бір көріп бауырыма бассам, одан асқан бақыт та, арман да болмас еді. Мен барамын. Иә, немереме барамын. Bir görsem boldu. Bir görsem boldu.
Amansың ба қарағым? Сәлеметсіз бе? Сізге кім керек? Неге келдің мұнда? Кет бұл жерден. Баланы шошытасың. Мөлдір, үйге кір, ес шап. Кешіріңіз. Жаным, кеше келген әйел кім? Жай ма? Жай білейін деген. Анам ғой. Кім? Анам дейм. Әзілдеп тұрған болырсың. Әлде шының ба? Шыным. Түсінбедім. Сонда сен мені жетіммін деп алдап келдің бе? Анаңның бар екенін неге айтпадың? Мен оның бір көзінің жоқтығына намыстанам. Бір көзі жоқ болмақ түгілі. Көр соқыр болса да, анаң бетінде қабылдар едім ғой. Қандай болса да ол сенің анаң, түсінесің бе? Сені түн ұйқысын төрт бөліп, бағып қағып асырады. Ал сен болсаң, жұрт анаға жарымай жүрген кезде сенің мұның не? Сен тас жүрек екенсің. Не болды соншама? Мен сені түсінбедім. Білесің бе? Сендейлерді хайуан дейді. Иә, хайуан дейді. Мен сені жек көрем. Мен сені көргім келмейді. Мен сені жек көрем. Мөлдір, Мөлдір. Сендейлерді хайуан дейді. Мен сені жек көрем.
көр соқыр болса да анаң ретінде қабылдар едім. Balam. Amansın ba karagın. Жұмакүл апа. Қалайсыздар? Тардай азамат болып өсіп кетіпсің. Қалайсыздар өздеріңіз? Амансыздар ма? Құдайға шүкір. Анаңның арты қайырлы болсын. Өзің болмаған соң айта алмадық. Түсінбедім. Не дейсіз? Сені күте-күте анаң қатты сырқаттанып мәңгі бақи көз жұмды. Sen gelgende verirsin деп мына хатты аманат қып қалдырып еді. Міне қарап. Балам, ботам, құлыным, айым, асылым. Қарт кеудемде бір сыр бар ет жасырын. Кеудем дүртеп барады сол күрең ой, жаздым хаққа. Оқып балам біле ғой. Нәрестедің түспейтұғын қолымнан. Бағым көбет бүгінгідей сорымнан. Әкең бар ет жаны жақын балаға. Үйден шықтық қыдырсақ деп қалаға. Булықты бірге кетіп арманы, жол апады жан әкемді жалмады. Түстік солай бұл тақтырдың тезіне.
Сақым келді сенің оң жақ көзіңе. Дәрігерлер көрді, білді, байқады, үрейлендім, қандай шешім айтады. Қатты зақым алған екен ұлыңыз. Көрмес өзі алдын ала біліңіз. Жай таппаса бұған егер жаныңыз, уақыт барда сау көз іздеп табыңыз. Бақытты өмір сүру үшін балаңыз, сол сау көзді орнына саламыз. Есім шықты ет жүрегім дүрсілдеп, бар бақытты балам көрсін, білсін деп. Құрбан еттім бағым үшін өзімді, саған бердім, сап-сау тұрған көзімді. Міне балам, содан бері соқырмын. Содан бергі таңым қайғы, кешір мұң. Осы көзбен көп ұялсам өзіңді. Кешір қалқам, кешір отам, кешіргін. Әттең, ертерек мектепті бітірсем, қалаға оқуға кетер едім. Сонда құтылар едім анамнан. Кешір. Кешір анашым.